Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Мұнай-газ инженериясы кафедрасының аға оқытушысы, техника ғылымдарының магистрі Мұхамбеткалиева Айнаш Нұрболатовна. Назарларыңызға мұнай және мұнай өнімдерінің тауарлық тасымалдау операциялары пәні бойынша екінші дәрісіміз магистралды құбырларды жобалау және іздестіру нормалары бойынша тақырыбындағы дәрісімізді бастаймыз. Ең алдымен дәрістің жоспарына тоқталсақ, магистральдық құбыр трассасын таңдауға қойылатын талаптар, инженерлік, геологиялық және инженерлік іздестіру жұмыстарын жүргізу нормалары, және үшінші қауіпсіздік, экологиялық және техникалық талаптарды сақтау бойынша осы үш сұраққа тоқталып өтетін боламыз. Магистралдық трассасын таңдау талаптарына келетін болсақ, магистралдық құбыр трассасын таңдау күрделі инженерлік процесс болып табылады. Онда техникалық, экологиялық және әлеуметтік және экономикалық факторларды бірлестіріп қарастырады. Дұрыс таңдалған трасса құбырдың ұзақ мерзімді, қауіпсіз және тиімді жұмысын қамтамасыз етеді. Магистралдық құбыр трассасының ұзындығы мүмкіндігінше қысқа болуы тиіс, өйткені бұл құрылыс шығындарын азайтады және гидравликалық шығындарды төмендетеді. Трасса түзу сызықтар мен минималды бұрылыстардан тұруы тиіс, себебі бұрылыстардағы үйкеліс пен қысым жоғалту құбырдың тиімділігін төмендетеді. Сонымен қатар құбырды орналастыру кезінде болашақ кеңейту, қосымша шығулар немесе қосымша сорғылар орнату мүмкіндіктері қарастырылады. Сонымен қатар геологиялық және гидрогеологиялық талаптарға келетін болсақ, бұл жаңа қауіпті аймақтардан өту немесе аулақ өту болып табылады. Құбыр трассасы мынандай жерлерден қауіпсіз қашықтықта орналасуы тиіс. Тұрақсыз топырақтар мен батпақты жерлер, сел мен көшкін су қаупі бар аймақтар, су тасқыны ықтимал аймақтар, сонымен қатар сейсмикалық белсенді зоналардан аулақ болуы қажет. Сонымен қатар инженерлік шешім ретінде қиын жерлерде тіректер, қорғаныс қабырғалары, дренаж жүйелері қолданылады. Топырақтың тығыздығы, су сіңіру қабілеті, қатып қалу деңгейі ескеріледі. Құбыр трассасы тұрақсыз топырақтардан, батпақты жерлерден, сел, көшкін және қауіпті аймақтардан осы инженерлік жаңағы шешімдерді қолдана өтіп, барлық ескертулерден айналып өту керек. Сонымен қатар экологиялық талаптарға келетін болсақ, трасса экологиялық зиянды азайтатындай етіп орналасу керек. Ол қорықтардан, табиғи қорғалатын аймақтардан, су көздерінен, балық аулау немесе су армалы жерлерден қауіпсіз қашықтықта болуы қажет. Жергілікті флора мен фаунаға әсерді азайту, суды немесе топырақты ластамау үшін арнайы қорғаныс жолдары қолданылады. Әлеуметтік және инфрақұрылымдық талаптарға келетін болсақ, құбыр жолы елді мекендерден, тұрғын үйлерден, мектеп, аурухана сияқты маңызды нысандардан қауіпсіз қашықтықта орналастыру керек. Сонымен қатар, трассаға жақын жерлерде қоғамдық инфрақұрылымның қауіпсіз қиылысы қамтамасыз етіледі. Қауіпсіздік аймақтары нормативтік талаптарға сәйкес есептеледі. Трасса, жолдар, темір жолдар, құбырлар, электр желілері сияқты басқа инженерлік желілермен қиылысында арнайы өткелдер, қорғау аймақтары, құрылыс және қауіпсіздік нормалары сақталуы тиіс. Қиылысатын учаскелерде қосымша техникалық бақылау және мониторинг жүйелері орнатылады. Экономикалық тиімділігіне келетін болсақ, құны мен экономикалық тиімділігіне келетін болсақ, трассаны таңдау кезінде құрылыс, монтаж және қызмет көрсету шығындары ескеріледі. Қысқа және тиімді маршруттар құбырдың жалпы инвестициялық құнын төмендетеді. Сонымен қатар трассаны таңдауда эксплуатациялық шығындар, яғни оларға қысым жоғалту, сорғы станцияларындағы энергия шығынын минималды болуы маңызды болып табылады. Инженерлік геологиялық іздестіру жұмыстарына келетін болсақ, онда жүргізу нормалары магистралдық құрылыс жобаларын, оның ішінде құбыр трассаларын сенімді және қауіпсіз жоспарлау үшін негіз болып табылады. Олардың қысқаша жүйелеп түсіндіретін болсақ, негізгі түрлеріне тоқталып өтейік. Ол жергілікті жағдайларды зерттеу, оған жер бедері, топырақтың құрылымы, сейсмикалық белсенділік, су деңгейі және гидрогеологиялық режим анықталады. Екінші, инженерлік геологиялық іздестіру жұмыстары. Бұнда жаңа қазба жұмыстары арқылы топырақтың физик-химиялық қасиеттері зерттеледі. Беріктігі, сонымен қатар топырақ қабаттарының беріктігі, қысымы, тұрақтылығы бағаланады. Сонымен қатар сел, көшкін, су тасқыны қаупі бар аймақтар анықталады. Топырақтың қатып қалу, батпақтану немесе сілтілік немесе тұздану деңгейлері де есептелінеді. Келесі үшінші жаңа бөлімге келетін болсақ, ол инженерлік іздестіру жұмыстары.
Бұнда құрылыс жаңа объектілерінің негізін жобалау үшін геодезиялық жұмыстар жүргізіледі. Яғни бұнда құбырдың орналастыруға арналған маршрутты кедергілер, жол, темір жол, электр желілері, басқа да инженерлік желілер анықталады. Судың, дренаждың және басқа да инфрақұрылым элементтерінің әсері бағаланады. Нормативтік талаптарға келетін болсақ, құбыр трассын жобалау кезінде Қазақстан Республикасының магистралдық құбыр жүйелерін жобалау және салу нормативтері және мемлекеттік стандарттары қолданылады. Геологиялық және инженерлік іздестіру жұмыстарында топырақ пен су режимін бағалау, қауіп факторларын анықтау, қорғау шараларын жоспарлау міндетті болып табылады. Сонымен қатар үшінші нормативтік талаптарға тоқталатын болсақ, ол зерттеу нәтижелері құбыр трассының жобалық құжаттамасына енгізіледі және құрылыс алдында келісілген болуы қажет. Бесінші бөлімге келсе, ол қауіпсіздік және қорғаныс шаралары. Қауіп қатерлі аймақтарынан өтуге рұқсат етілген жағдайда трасса бағытын өзгерту. Қажет болған жағдайда инженерлік құрылымдар, яғни тіректер, қорғаныс қабырғалары, дренаж жүйелер, тереңдетілген қазба орындарын қолдану. Сонымен қатар құрылыс және эксплуатация және пайдалану кезінде топырақ қозғалысы, су деңгейі және сейсмикалық белсенділік бақылауда. Қорытындыға келетін болса, бұл кезде кешенді тәсілді пайдалану барысында қауіпсіздік, экологияны ескеру, экономикалық шығындарды оптимизациялау, техника жағынан қарайтын стандарттар мен тиімділікті бағалай отырып, барлық осы талаптар орындау магистральдық құбырлардың сенімділігін, қауіпсіздігін, экологиялық қауіпсіздігін және экономикалық тиімділігін қамтамасыз етеді. Кешенді тәсіл арқылы осы ұзақ мерзімді және тұрақты инфрақұрылым құруға болады. Магистралдық құбырлар апаттардан, оқыс оқиғалардан және қауіпті жағдайлардан қорғалуы тиіс. Құбыр трассасы тұрақсыз топырақтардан, сейсмикалық белсенді зоналардан, сел мен көшкен қауіп бар аймақтардан аулақ орналастыру қажет. Яғни аталған дәрісіміздің басында қарастырылған 3 сұрақ бойынша барлық сұрақтар толығымен қамтылды деп есептеймін. Назарларыңызға рахмет.